Қазақтың аспанмен тілдескен арманын алғаш орындаған тұлғаның бірі дүниеден өтті. Талғат Мұсабаев. Қазақстанды ғарышпен жалғаған есім. 2025 жылдың 4 тамызында 74 жасында бұл өмірден озды. Ол қарапайым ауылдан шыққан қазақ баласы еді. Алматы облысы Қарғалы ауылынан көк аспанды армандап өскен Талғат Амангелдіұлы өзінің қайсарлығы мен еңбек арқасында 3 рет ғарышқа ұшты. Барлығы 341 күн ғарышта болды. Ғарыш станциясында 8 рет ашық ғарышқа шығып, 41 сағат салмақсыз кеңістікте жүрді. Талғат Мұсабаев жай ғана ғарышкер емес, ол қазақтың ұлт рухының биік символы. Ол ғарышқа алғаш ұшқанда бүкіл қазақ халқының көзінен жас аққан еді. Себебі бұл қазақ баласының көк аспанмен қауышқан сәті болатын. Ол Қазақстанның халық қаһарманы атанды, Ресейдің батыр атағын иеленді. НАСА-дан арнайы медаль алды. Ғарыш саласына қосқан үлесі үшін әлем мойындаған тұлға болды. Президент Тоқаев ол елдің атын әлемге танытқан батыр тұлға еді деп көңіл айтты. Ресейде, халықаралық ғарыш агенттіктері де Талғат Мұсабаевты ерекше құрметпен еске алуда. Біз Талғат Мұсабаевты ұмытпаймыз. Оның аты қазақтың аспанға жазылған есімі. Ол кетті, бірақ ол көрсеткен биік арман ұрпақ жадында мәңгі қалады. Ғарышкер Талғат Мұсабаевтың рухына тағзым. Қош болыңыз аға.